Қазақстандағы этникалық топтар саясатының бағыттары қандай? Тәуелсіз Қазақстан өзінің этникалық топтар саясатын екі түрлі бағытта жүргізді. Бірі, осы мемлекетті құрушы негізгі ұлт болып есептелетін қазақтардың этникалық мәдениетін, тілін, ділін қайта жандандыру болса, екіншісі, Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа этностардың мәдени тілдік құқықтарын қамтамасыз ету. Ғылымның даму үрдісі қалай жүрді? Ғылыми зерттеулердің негізгі көздері мен бағыттарын белгілеу КСРО кезінде орталықтан жүзеге асырылды. Одақтық ведомстволар зерттеу институттарын көбіне республикалардың қалауынсыз жүргізіп келді. Республика ғылыми-техникалық әлеуетінің басым бөлігі жалпы одақтық ғылыми құрылымға тартылғандықтан, оларға Қазақстан ғылымына қосалқы түрде көңіл бөлді. Ғылым академиясы мен салалық ғылым мекемелері өзара және академиялармен тығыз байланыста жұмыс істей алған жоқ. Экономикалық дағдарыс салдарынан ғылымды қаржыландыру едәуір қысқартылды. 90-шы жылдары белең алған құнсыздану ғалымдардың айлық жалақысын төмендетті. Көптеген жас та дарынды мамандар бизнеске, шетелге кетті. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарындағы республика ғылымының өрісі, оның жаңа технологиялармен жабдықталуы сол кездің талабына жауап бере алмады. Ғылымның дамуында қандай жаңалықтар болды? Министрліктің ұсынысына сәйкес 1992 жылы Қазақстан Республикасының президенті ғылымды жетілдіру және республиканың ғылыми-техникалық потенциалын дамыту туралы жарлыққа қол қойды. 1994 жылы ғылым және жаңа технология министрлігі жанынан ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобаларды мемлекеттік сараптау бөлімі құрылды. Ғылымды басқарудың мемлекеттік жүйесі қалай жетілдірілді? 1996 жылы Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан Республикасында ғылымды басқарудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру шаралары туралы жарлығы шықты. 1996 жылы мемлекет ғылыми саланы қайта жаңғыртуға, академиялық ғылымның реформалық жолдарын анықтауға бет бұрды. 1999 жылы Қазақстан Республикасы жоғары білім және ғылым министрлігі құрылды. Білім беру жүйесінде қандай басты жаңалықтар жүзеге асырылды? 1995 жылғы Конституция бойынша 30 бап баршаға бірдей міндетті болып есептелетін толық орта білім алуды мемлекет тегін жүргізеді. 2001 жылы мектептерді компьютерлендіру толығымен аяқталды. Ерекше дарынды балаларды шетел оқу орындарына жіберіп отыру мақсатында 1993 жылдан бастап болашақ бағдарламасы жұмыс істеп келеді. Мәдениетті дамытудағы басты бағыттар қандай болды? Қазақстан халқының мәдени ұлттық сана сезімінің жаңаруына ықпал ету. Этномәдени және конфессионалдық шектеулікте мәдени әралуандылықты қалыптастыру. Тарихи мәдени мұраны қорғау. Ұлттық және әлемдік мәдениет құндылықтарын қатар игеру аясында тәрбие мен білім беру жүйесін дамыту. 90 жылдары республиканың мемлекеттік мәдениет мекемелерінің жүйесі мәдени демалыс орындарын, кітапханаларды, мұражайларды, театрларды, концерттік ұйымдарды, кино өнері мекемелерін, мәдениет және демалыс парктерін, тағы басқаларды қамтыды. Бірыңғай мәдени ақпараттық кеңістік құру Қазақстанның мәдениет саласындағы негізгі стратегиялық мақсаты. Тек осы жолмен ғана елдің рухани қуатын анықтап, дербес ұлт ретінде әлемдік қауымдастық қатарынан орын алуға болады. Бұл мақсаттың үдесінен шығудың бір жолы қазақ халқының этномәдени тұрғыдан қайта жаңғыруы қажет. Этнопедагогика негіздерін өмірге енгізу нәтижесінде
білім берудің барлық нүктелерінде жас ұрпақты халықтың салт дәстүрлеріне сай тәрбиелеу жұмыстары жүргізілуде. Соңғы жылдары республикада ұлттық мәдениет пен өнердің озық үлгілерін әлемдік айналымға шығару, сол арқылы дүние жүзі қауымдастығына танылу жолдары қарастырылуда. Еліміздің өткен тарихын ұрпақ санасына сіңіру арқылы мәдениетті дамыту мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасының ең басты алғы шарттары ретінде қарастырылып отыр.